Бір күні мен ауылдан қалаға көлікпен жолға шыққан болатынмын. Ауылға інімнің туылған күніне барғанмын. Қонам деп жоспарлаған едім, бірақ басқа жағдайға байланысты түнгі сағат 12-де жолға шығуыма тура келді. Ауыл мен қаланың ортасы 2-3 сағаттық жапан даламен жүретін жол болатын. Жолда ұйқым келіп, әлсін-әлсін көзім жұмыла берді. Сондықтан радио қосып, сергек болу үшін 1-2 аузыма кофеин конфет салдым. Біршама уақыт өткен соң алдымнан әйелдің бейнесі көрінді. Бет-жүзін көре алмадым, себебі алға қарай жүріп баратқан еді. Қасынан ақырын өте шығып кете бергім келді. Бірақ кім білсін, қыз бала, қандай да бір жағдайы болған шығар. Алып кетейін, әрі жолда әңгіме айтатын да серік болады деген оймен 5-6 метрге тоқтадым. Мен тоқтаған бойда қыз да жүрісін тоқтатты. Тоқтап артқы айнаға қарағанымда қыздың киінген киімі біртүрлі көрінді. Ақ, ұзын көйлек, басында орамал. Неге тоқтап қалғанын түсінбедім. Оған ешқандай қатер болмайтынын айтқым келіп, көліктен түстім. Сосын дауыстап, «Сізге көмек керек пе? Жеткізіп салайын ба?» деп сұрадым. Бір жағынан бет-жүзін көргім келді, бірақ қараңғы, дым көрінбеді. Ол үндемеді. Сол мезетте менің бойыма қорқыныш ұялады. Ол кім өзі? Мен ақырындап қайта көлікке отырдым. Есікті жабайын дегенде қайта сұрадым. «Мен кеттім. Сізге шынымен көмек керек емес пе?» Сол сәтте қыз алға қарай жылжи бастады. Мен қорқайын дедім. Ол жылдам қадаммен жақындай түсті. Бет-жүзі орамалмен көрінбейді. Сол сәтте көліктің артқы шамынан оның қолын көрдім. Қолы ап-арық, тіпті сүйек дерсің. Түсі бозғылттанып, тырнағы ұзын әрі кір лас еді. Менің бойымда қорқыныш биледі. Көлікке отыра сала мен барлық есіктерді құлыптап тастадым. Жүрегім кеудемнен шығып кете жаздады. Қолдарым дірілдеп, оң жаққа басымды бұрғым келмеді. Себебі есік алдында сол бір мақұлық тұр еді. Кенет көлік қызбай қалды. Ол терезені соға бастады. Мен отырған күйі қорқыныштан қатып қалдым. Терезеге қарағаным сол еді. Қыз деп ойлаған нәрсе жігітке ұқсас. Тіпті айыру мүмкін емес. Ол қап-қара көздерімен маған қарап тұрды. Бет терісі солып қалған, көгерген. Тістері ұзын, сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес мақұлық еді. Мен дірілдеген қолыммен кілтті бұрып көлікті қыздырдым. Тағы соқты. 2-3 минуттан кейін жылдамдық 100-ден асты. Баса бердім. Сосын сәлде болсын өз-өзіме келдім. Бірақ бұл ұзаққа созылмады. Оң жақтағы терезеден біреудің маған қарап тұрғанын сездім. Жылдамдық 150 км/сағат болатын. Бірақ ол жанымда жүгіріп келеді. Менің көзіме жас келе бастады. Мен көлігімнен дауыстап, тез жүруін сұрадым. Маған бір сәтте бұл мақұлық терезеден секіріп кіріп, мені жоқ қылатындай көрінді. Оған қайта қарауға батылым жетпеді. Осылай қанша жүргенімді білмеймін. Әйтеуір қалаға жақындап, айналамда көліктер пайда болғанын көріп, жеңілдеп қалдым. Сонда да оянып кетіп, оның бәрі түс болғанын қаладым. Жоқ, бірақ бұл шын. Мен қала ішіне кіріп, өз үйіме жақындадым. 5-ші қабатта тұрамын. Көлігімді тұраққа қойып, шықпай айналама тағы қарадым. Жақын жерде бір топ жастар жүр екен. Соларды көріп, батылдық жинап, подъезге кірдім де үйге жеттім. Үйде жалғыз тұрамын. Тездетіп ұйықтауға жаттым. Кенет даладағы көлігімнен дабыл ойнап жатты. Оянып кеттім. Жаңағы жастар шығар деп кілтті алып терезеге жақындағаным сол еді. Көргенімнен қолымдағы кілт түсіп кетті. Көліктің жанында тұрған сол еді. Оның назары тереземде. Мен келесі бөлмеден фотоаппаратты алып, оны суретке түсіріп алдым.
Ол сол күйі маған қарап тұрды. Мен өз-өзіме келу үшін жуынатын бөлмеге бардым. Бірақ жетпей жатып, есіктің арғы жағынан біреу тырнап таныс дауыс естідім. Сол күні ұйықтай алмадым. Әр түн мен терезеге қараған сайын сол тұрады. Ол мені қалай да қолына түсіреді.